Абылай Хан атындағы номер 140 қазақ орта мектебінің тәрбиесі жөніндегі орынбасармын. Осы білім саласындағы жұмысымды осы қасиетті білім ортасынан бастадым. Тәлімгер болып, бүгінгі таңда осы тәрбиесі жөніндегі орынбасармын. Ең үлкен жетістігім осы отбасым және балаларым, солардың амандығы деп айтар едім. Мен отбасында 4 баланың әкесімін. Бала тәрбиелеп отқан отбасыларға, жас отбасыға, өзімізде әлі жас отбасы деп есептеймін. Өзімді отбасыларға берер айтар ойым, балалармен, өздерінің балаларымен көбірек уақыт өткізіп, көбірек сөйлесу қажет. Оған нақты мынандай тәрбиеде арту, мынандай тәрбие беру емес, баламен көбірек уақыт өткізсе, ұзақ оның ойымен бөлісіп сөйлесіп отырса, сол балаға ең қажетті нәрсе. Барша қызылордалықтарды, барша Қазақстан тұрғындарын отбасы күні мерекесімен құттықтаймын.